Сіздерге ауыл ұнайды, ауылдың адамдары ұнайды. Бұл сөз біздің жұмыс тобымыз үшін ұран болып кеткендей. Халқымыздың жүрген аяққа жүргемілігер деген қанатты сөзі тура журналист, тілші ағайындарға арналып айтылғандай. Бұл сөздің жаны бар. Неге десеңіз, жүрсең ғана жаңа дүние жарық көреді. Енді ауыл және адамдар бағдарламасына тоқталсақ, 2010 жылы эфирге шыққанына 5 жыл толатын ауыл және адамдар бағдарламасы ай сайын дайындалып, телекөрермендерге жол тартады. Жолды жүрген біледі демекші, іс-сапарға шығу, діттеген жерге жету, барған жерден елге ұнар әсерлі телебағдарлама дайындау оңай емес. 40 градус аязда, жауын шашында, қарлы боранда сапарға шығуды ой елегінен өткізіп бағамдауға болады. Қарап отырсақ, өткен жылы біздің жұмыс тобымыз 3000 шақырымдай жол жүрген екенбіз. Бұл дегеніңіз табиғаттың 4 мезгілі деген сөз. Осындай іс-сапарларда ауылдардың тіршілігін білеміз. Талай-талай ауыл адамдарымен жүздесеміз. Қаншама шешілген, шешілмеген проблемалардың беті ашылады. Жақсылықтарды жеткізгенше асығамыз. Ауыл және адамдар телебағдарламасын мен журналист Ақмарал Сағымбекова, режиссер Жанна Тұяқова, телеоператор Анатолий Классин сияқты ауыл десе ішкен асын жерге қояр азаматтар дайындайды. Сондықтан да тұшымды хабарлар дүниеге келіп жатады.